Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз пернетақта симуляторы. Алдымен өткен сабақты еске түсірейік. Пернетақта қандай құрылғы түріне жатады? Бүгінгі сабақта үйренетініміз пернетақта симуляторында мәтін теру. Пернетақтамен тез жұмыс жасау үшін саусағымызды пернетақтаның үстіне дұрыс қою керек. Пернелерді ақырын баппен басып үйрен. Пернетақта симуляторы. Компьютер пернетақтасында мәтін теруді үйретуге арналған программа. Оның қызметі барлық саусақтар көмегімен мәтінді тез теруге үйрету. Мына кестеде жиі қолданылатын кейбір пернелердің қызметтері берілген. Shift пернесі бас әріптерді енгізеді. Бос орын меңзерді бір бос орынға жылжыту үшін қолданылады. Бұл ең ұзын перне. Caps Lock бірыңғай бас әріптерді енгізу үшін қолданылады. Ал екінші рет басқан кезде ол қасиеті өшіріледі. Num Lock сандық пернелерді басқарады. Backspace меңзердің алдындағы символды немесе белгіленген мәтінді өшіру үшін қолданылады. Enter мәтінмен жұмыс істегенде бұл перне келесі жолға өту үшін қолданылады. Delete өшіру батырмасы меңзерден кейінгі символды немесе белгіленген мәтінді өшіреді. Оңға солға жоғарғы төмен бағыты меңзерді басқару пернелері. Тілді ауыстыру үшін пернетақтадан Shift және Alt пернелер үйлесімін бір уақытта басуға болады. Балалар, енді кезекте жұмыс дәптеріне береміз. Тапсырма ізденіп орында. Сөйлемді қажетті сөздермен толықтыр. Мына жерде 2 сөйлем берілген. Бос орынды мына қажетті сөздермен толықтырамыз. Саусақтардың симуляторы мәтін. Ойланып орында. Берілген пернелердің қызметтерін жаз. Сөзді тап. Бірдей фигуралардың ішіндегі әріптерді жинап, тиісті сөздерді тап. Келесі кезек компьютермен жұмыс. Мына берілген сілтемені мұғалімнің көмегімен ашып, жаттығу жаса. Backspace, Delete пернелерін қолдан. Берілген сілтемені ашқанда сенсорлық терудің онлайн сабақтары ашылады. Сол жерден сабақ 1-ден бастап тапсырмаларды орындаймыз. Мына жерде тапсырмалар берілген, сол тапсырмаларды 2 қолмен жазу керек. Егер дұрыс жазып атсақ, жасыл белгі шығады. Егер біз басқа әріптерді басатын болсақ, қызыл болып белгілер шығады. Келесі тапсырма дискідегі тапсырманы орында. Дискідегі тапсырманы орындау үшін дискіні ашып, тақырыпты таңдаймыз. Бірінші, сөздерді тыңдап, сәйкестерін ұяшықтарға орналастыр. Набор текста. Набор текстаны орналастыр. Дыбыспен жұмыс. Пернетақта. Жоқ. Редактирование тайпинг. Тайпинг бар. Keyboard. Editing a drawing. Мәтін теру. Барлығы дұрыс. Келесі тапсырма. Пернетақтамен жұмыс жаса. Сұрақ батырмасын бас. Сұрақ батырмасын басамын. Тапсырма шығады. Бос орын, батырмасын бас. 2 пернесін бас. Басамыз. Shift пернесін бас. Басылады. 9 пернесін бас дейді. Басамыз. Ctrl пернесін бас. Бастық.
Тексереміз, барлығы дұрыс. Келесі тапсырма. Берілген мәтінді бос орынға тер. Егер қателік жіберсең, backspace және delete батырмаларын пайдаланып түзе. Мына берілген тексті мына жаққа жазамыз. Егер қате кететін болса, мына delete немесе backspace пернелерін басып дұрыстаймыз. Сызық арқылы қозғалып, ортақ және бүгінгі тақырыпқа қатысты 4 сөзді тап. Зертте. Пернетақталарды салыстырып, айырмашылығын зертте. Суретте пернетақта түрлері берілген. Балалар, осымен сабағымызды бағдаршам арқылы қорытындылаймыз. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.